Саламатсыздар ма, студенттер? Сіздердің алдарыңызда Атырау аграрлық техникалық колледжінің математика пәні оқытушысы Шыға Сәрсенғали қызы Кереш дәріс өткізеді. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Перпендикуляр және көлбеу деп аталады. Кеңістіктегі егер жазықтықты қиятын түзу, сол жазықтықта жатқан кез келген түзуге перпендикуляр болса, онда ол түзу жазықтыққа перпендикуляр деп аталады. Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы мына суретте көрсетілген. Міне мынау жазықтығымыз, мынау түзу. Бұл түзу жазықтықты қиып жатыр, және қиылысу нүктесі арқылы өтетін түзудің әрқайсысына перпендикуляр болса ғана түзу жазықтыққа перпендикуляр болады. Жазықтық пен түзудің перпендикулярлығының мысалдары өте көп өмірде кездеседі. Солардың бірі, мысалға, мына күнделікті көшедегі орналасқан электр бағандары, электр тоғының қосылған бағандары, столбы немесе орысшалап айтқанда жердің жазықтығына перпендикуляр орналасады. Мысалдар өте көп, өмірде мысалды көп келтіруге болады. Енді теорема. Егер жазықтықты қиятын түзу осы жазықтықта жатқан қиылысатын екі түзуге перпендикуляр болса, онда ол түзу жазықтыққа да перпендикуляр болады. Енді сонымен жаңа мысалдарын келтіріп айттық. Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығына өмірде кездесетін көп мысалдар бар. Көбіне құрылыста немесе геодезияда, картографияда, жерге орналастыруда түзу мен жазықтықты перпендикуляр орналастыру үшін жаңа екінші теорема көбіне көп пайдаланылады. Жаңа аталған теорема. Егер түзу жазықтықта қиылысатын екі түзуге перпендикуляр болса, онда түзу сол жазықтыққа да перпендикуляр болады. Немесе онда ол түзу жазықтықтың барлық түзулеріне перпендикуляр деген сөз. Үшбұрышты алып, тік бұрышын алып, жаңа мысалға столбаны қондыратын болсақ, жерге орналастыратын болсақ, столбының екі жағынан ғана перпендикуляр екенін көрсетсек, екі түзуге перпендикуляр болса, онда түзу жазықтықтың өзіне де перпендикуляр болады. Суретін салу, түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығын суретін салу өте оңай. Ол үшін әуелі жазықтықты сызамыз, және түзу аламыз. Түзуді перпендикуляр етіп аламыз. Перпендикуляр болғандықтан ол жазықтықты міндетті түрде қияды. Көрінетін жері болады түзудің жоғары жағында, және көрінбейтін жері. Көрінбейтін жері әдетте үзік сызықтармен сызылады. Мысалға, мынау А түзуі альфа жазықтығына перпендикуляр. О нүктесінде қиылысты делік. Суретте айтып салып көрсетуге болады. Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Енді перпендикуляр және көлбеу дегеніміз не? Перпендикуляр деп түзуден жазықтыққа түсірілген, нүктеден жазықтыққа түсірілген перпендикуляр деп, А нүктесінен альфа жазықтығына түсірілген перпендикуляр деп, сол нүктені жазықтықтың нүктесімен қосатын және сол жазықтыққа перпендикуляр болатын кесіндіні атайды. Мысалға, міне, АО кесіндісі нүктеден жазықтыққа түсірілген перпендикуляр деп аталады. А нүктесінен жазықтыққа дейінгі қашықтық дегеніміз АО кесіндісі немесе жаңа перпендикулярдың ұзындығы. Есептер, әдетте көп есептер беріледі. Нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтық белгілі болып, тағы басқа жағдайларын табатын есептер кездеседі. Нүктеден жазықтыққа түсірілген көлбеу деп
сол нүктені жазықтықтың кез келген нүктесімен, бірақ оған перпендикуляр болмайтын кесіндіні атайды. Жазықтыққа перпендикуляр болмайтын кесіндіні атайды. Мысалға, АВ кесіндісі көлбеу деп аталады. В көлбеудің табаны, ал О перпендикулярдың табаны. АВ кесіндісі жазықтыққа перпендикуляр емес, В нүктесі жазықтыққа тиісті. Ал А тиісті емес қой, көрініп отыр. Енді көлбеудің жазықтықтағы проекциясы деп, көлбеудің табаны мен перпендикулярдың табанын қосатын кесіндіні атайды. Мына суретте БО кесіндісі көлбеудің проекциясы болып табылады. Әдетте перпендикуляр жүргізілгеннен кейін мына пайда болған АОВ үшбұрышы тік бұрышты үшбұрыш болып табылады. Сонымен АВ көлбеу жазып отырамыз. АО перпендикуляр, ал ВО көлбеудің проекциясы. Көлбеудің проекциясы деп жазып алып отырыңыздар, суретін салып, жазып алып отырыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың лекциясы түрінде жазылып отыр бұның барлығы. Так, енді теорема бар. Ең негізгі теорема бұл тақырыптағы деп есептелуге болады. Үш перпендикуляр туралы теорема деп аталады. Жазықтықта көлбеудің табаны арқылы көлбеуге перпендикуляр болатын түзу көлбеудің проекциясына да перпендикуляр болады. Жазықтықта В нүктесі көлбеудің табаны арқылы қандай да бір түзуді жүргізсек, және ол көлбеуге перпендикуляр етіп жүргізсек, онда сол В түзуі деп белгілейік, сол В түзуі көлбеудің проекциясына да перпендикуляр болады. Немесе бір нүктеде үш өзара түзу перпендикуляр болып тұрады деген сөз. Мысалға, В түзуі АВ-ға перпендикуляр болса, онда ол В түзуі ВО-ға да перпендикуляр болады. Үш перпендикуляр туралы теорема деп аталады. Керісінше, және егер жазықтықта көлбеудің табаны арқылы жүргізілген түзу, кері теорема, жазықтықта көлбеудің табаны арқылы көлбеудің проекциясына перпендикуляр жүргізілген түзу, көлбеудің өзіне де перпендикуляр болады. Біріне бірі кері теорема. Негізгі тақырып осы. Енді бір мысал қарастырайық. Мысалға, онан да есеп берілсін. Айталық, А нүктесі альфа жазықтығынан 5 сантиметр қашықтықта орналасқан болса, онда қай кесіндіміз АО перпендикуляр деген сөз. Перпендикулярдың ұзындығы. Нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтық деп перпендикулярдың ұзындығын атаймыз дедік. Сондықтан АО кесіндісі 5 сантиметрге тең. Және осы нүктеден көлбеу жүргізілген АВ көлбеуінің ұзындығы 8 сантиметр болсын. Табу керек көлбеудің проекциясын. Өте оңай есеп, қарапайым. Мысал, қарастырамыз АОВ тікбұрышты үшбұрышын. АОВ үшбұрышы бізде тікбұрышты үшбұрыш. Тікбұрышты үшбұрыш үшін әйгілі Пифагор теоремасы орындалады. Гипотенузы болып тұрған катет АВ, ал АО мен ВО, гипотенуза АВ-да, ал АО мен ВО катеттер. Пифагор теоремасы бойынша гипотенузаның квадраты катеттердің квадраттарының қосындысына тең. Сондықтан ВО-ның өзін табу үшін гипотенузаның квадратынан белгілі катеттің квадратын азайтып, квадрат түбірін табамыз. Сонда АВ-ның ұзындығы 8-дің квадратынан азайтамыз 5-дің квадраты. 8-дің квадраты бізде 64, 5-дің квадраты 25. 64-тен 25-ті азайтқанда неше қалатын еді? 39.
н квадрат түбі. Міне осылай етіп есептер шығарылады. Тағы да бұдан басқа да қазір есептер қарастыруға болады. Сау болыңыздар.